Сәлеметсіздер ме қыздар, сіздермен бірге шебер Гүлназ. Егерде менің видеоларымды алғаш рет көріп тұрған болсаңыз, онда міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыз. Себебі алдағы уақыттарда да осындай тоқыма тоқудан қазақша видеолар салатын боламын. Ал бүгінгі видеода осындай әдемі ыстық тамақтың астына қоятын қалың салфетка тоқимыз. Салфеткамыздың диаметрі 26 см. Осында екі салфетка тоқу үшін бізге бір моток трикотаж жібі керек болады. Мен қазір сіздерге видеода мынандай екі түрлі түстен тоқып көрсететін боламын. Бірден екі түрлі түсті қалай жалғаймыз, осындай түрлі түсті қалай тоқимыз, соны да көретін боласыздар. Менде первичка, трикотаж жібінің өзі екіге бөлінеді, вторичка және первичка деп. Мен тек қана первичка жіпті қолданамын, вторичка жіпті көп қолданбаймын, және де сіздерге де кеңес бермеймін. Менде осы трикотаж жібінің түріне байланысты каналымда видео бар, инфо бөлімінде міндетті түрде сол видеома да сілтемеге қалдырып кетемін, өтіп көрсеңіздер болады. Бір моток трикотаж жібі, қайшы, үлкен құлақты ине және 6 номерлі крючок керек болады. Мен 6 номермен тоқимын. Өздеріңізге ыңғайлы болса 7-8 номерлі крючокпен тоқсаңыздар да болады, қыздар. Ал кеттік, видеоны соңына дейін көріп, бағаларыңызды беріп, менімен бірге тоқып, әрдайым менімен бірге болыңыздар, қыздар. Мотоктағы жібімді ұзындау қылып шығарып дайындап алдым. Және де мен салфетканы тоқу үшін жібімді былай кішкене созып жіңішке қылып аламын. Себебі біздің мотоктағы жібіміз жалпақ, алмаған, бұның былай жіңішке болғаны керек. Осылайынан ақырын созып жіңішкертіп аламыз. Енді кольцо амигурумидан бастаймыз. Кольцомызға 12 столбик с накидом аламыз. Кольцоны қалай аламыз? Былай торт саусақтарымызды қойып, жіптің үстіне, саусағымыздың үстіне қоямыз. Жіпті бір айналдырып алып келеміз да, бүйтіп. Бірінші тұрған жібіміздің астынан екінші жіпті, жұмыс жібін алып шығамыз. Алып шықтық. Қазір 2 воздушный петля тоқимыз. 1, 2. Себебі бізде столбик без накиданың столбик без накида биік тоқылады. Сондықтан да 2 воздушный петля тоқимыз осылайынан. Бұл бізде бірінші столбик болып саналады. Енді 11 столбик с накидам тоқимыз. Крючогымызда 3 жіп. Екеуін тоқимыз. 2 жіп қалды. Осы екеуін тоқимыз. Тағы да крючокқа айналдырып аламыз жұмыс жібін. Кольцоның ішінен өткізіп, жұмыс жібін алып шықтық. Енді алғашқы 2 жібімізді тоқимыз. Одан кейін крючокта тұрған 2 жібімізді тоқимыз. Осылай 11 столбик с накидом тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Бесеу. Алтау тоқыдым. Енді тағы да 6 столбик с накидом тоқисыздар. 12 столбик без накида тоқыдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Енді жібімізді тартамыз. Тартсаңыздар, ортасындағы тесігі кішірейеді. Пока осылайынан тартылғанша тартып қойыңыздар. Қинап қатты тартып, мына жіптеріңізді үзіп алмаңыздар. Енді екі жағын біріктіреміз. Ол үшін жіптеріңізді кішкене ұзынырақ шығарып аласыздар. Жұмыс жіптеріңізді мына жоғар жағында тұрған петлямыздың астынан шығарамыз.
жоғары жақта тұрған. Енді осы жіпті былай мына тоқыған немізді айналдырып бір өтеміз. Осылай. Жұмыс жібін тартсаңыздар, мына аралық бізде жабылады. Енді ары қарай тағы да екі столбик, екі воздушный петля тоқимыз. Біреу, екеу. Екі воздушный петля тоқыдық. Бұл бізде бір столбик с накидом деп саналады. Яғни бізде міне мынау біреуге, осында біреу уже бізде тоқылған болып саналады. Енді осы бірінші қатарымызда бізде 12 столбик с накидом тоқылды. Екінші қатарда әр немізге петлямызға прибавка жасап шығамыз. Яғни 24 столбик с накидом тоқылды. Міне бізде біреу тоқылып қойды. Бір столбигіміз, енді жанына тағы да екінші столбикті тоқимыз. Тура осы жерге. Прибавка жасаймыз. Әр петляға 2-2-ден тоқимыз. Енді келесі петлямызға тағы да 2 тоқимыз. Бір и 2. Бізде міне 4 тоқылды. Келесі петлямызға тағы да 2 столбик с накидом тоқимыз. Осылай әр петляға 2 столбик с накидом тоқып, екінші қатарда жалпы саны 24 столбик с накидом тоқимыз. Крючогымызға жіпті бір алып аламыз. Одан кейін петлямыздан не былай жұмыс жібін алып шықтық. Енді алғашқы екеуін тоқимыз, одан кейін крючокта тұрған екеуін тоқимыз. Осылай қатардың соңына дейін әр петляға 2 столбик с накидом тоқимыз. Екінші қатарымызда тоқып болдық. Енді үшінші қатарға көшеміз. Жібімізді ұзынырақ шығарып аламыз. Жоғары жақта тұрған петлямыздың. Жоғары жақта тұрған петлямыздың астынан жұмыс жібін алып шықтық. Қатарымызды аяқтадық. Енді үшінші қатарға көтерілеміз. 1, 2. Үшінші қатарда біз бір столбик с накидом, прибавка, бір столбик с накидом және прибавка жасап тоқимыз. Прибавка деген жерде бір петляға 2 столбик с накидом тоқылады. Міне бір столбик с накидом келесі петляға прибавка жасаймын. Яғни 2 тоқимыз. Бір столбик с накидом. Осылай үшінші қатарымызда біреу, екеу, біреу, екеу. Столбик с накидом прибавка жасап тоқимыз. Столбик с накидом.
прибавка. Қатардың соңына дейін осылайынан айналдырып тоқып шығамыз. Столбик с накидом прибавка, столбик с накидом прибавка жасап айналдырып тоқимыз. Мен соңғы қараңыздар 36-шы столбик с накидом тоққан кезде крючогымызда екі жіп тұр ғой, осы екі жіпті мына жіппен тоқмаймыз. Жаңа жіп қосамыз осы кезде. Ең соңғы столбик с накидомды тоққан кезде, крючоктағы екі жібіміз қалған кезде жаңа жіпті қосамыз. Жаңа жібімізді ұзындау шығарып аламыз. Мына жоғары жақта тұрған петляның астынан кіргіземіз. Былай айналдырып шығарамыз. Ары қарай осы жібімізбен тоқып кете береміз. Енді келесі төртінші қатарымызда екі столбик с накидом және прибавка жасап тоқимыз. Екеу тоқыдық. Енді келесі столбик с накидом. Екі столбик с накидом тоқылды. Одан кейінгі петляға прибавка жасаймыз. Bir, екі столбик с накидом тоқимыз. Және прибавка жасаймыз келесі петлямызға. Так, біреу екеу, енді прибавка. Осылай төртінші қатарда екі столбик с накидом прибавка жасап тоқимыз. Бір және екі. Келесі петляға прибавка жасаймыз. Екі столбикті бір петляға тоқып жатырмыз прибавкада. Осылай төртінші қатарда толық тоқып аяқтаймыз. Төртінші қатарда тоқып болды. Жалпы саны 48 столбик без накида тоқылды. Енді бесінші қатарды тоқимыз. Жібімізді ұзындау шығарып аламыз. Жоғары жағында тұрған петлядан жібімізді алып шығып былай өткіземіз. Сосын жібімізді жақсылап тартамыз. Бір, екі, үш, төрт, бесінші қатарды тоқимыз. Бесінші қатарда бізде 3 столбик с накидом прибавка, 3 столбик с накидом прибавка жасап тоқылады. Қазір бір, екі воздушный петля тоқыдық. Одан кейінгі тұрған петлямызға бір столбик с накидом тоқимыз. Келесі тұрған петлямызға тағы да бір столбик с накидом тоқимыз. Енді төртінші петлямызға прибавка жасаймыз. Сонда біз 3 столбик с накидом
және прибавка жасап тоқып жатырмыз. 3 столбик с накидом прибавка жасап тоқып жатырмыз. Прибавка жасадым. Енді 3 тоқимыз. 1. Одан кейінгі тұрған петлямызға 2. Келесі петлямызға 3-шісі. 3 тоқыдық. Енді прибавка жасаймыз. 4-ші петлямызға 1, 2. Енді 1, 2, 3 петляға 1 столбик с накидом тоқимыз. 4-ші петлямызға прибавка жасаймыз. Келесі 3 петлямызға 1 столбик с накидом тоқимыз. 3-еуіне 4-шісіне прибавка жасап 2 тоқимыз. Осылай 5-ші қатарымызды 3 столбик с накидом прибавка жасап тоқып шығамыз. 5 қатарымызды тоқып болдық. Менің салфеткам прям радужный болатын болып, неше түрлі түсте фиолетовый жібім таусылып, сонымен басқа түсті жіпті қостым. Енді 6-ші қатарымызды тоқимыз. 6-ші қатарда бізде мынандай жан-жағындағы осындай узорымыз шығады. Ол үшін біз 1, 2 воздушный петля тоқыдық. Енді тура осы петлямызға тағы да 4 столбик с накидом тоқимыз, қыздар. 4-еу тоқимыз. 1, 2, 3, 4. 4-еу тоқыдық. Сонда бізде бірінші 2 воздушный петля тоқығанымызбен 5 столбик болып тұр. 1, 2, 3, 4, 5 столбик болып тұр. Енді осының тура түбіндегі петляны тастап кетеміз. Тоқымаймыз оған. Одан кейінгі тұрған петлямызға столбик без накида тоқимыз. Накид жасамай тоқимыз. Тоқыдық. Столбик без накида. Одан кейінгі тұрған петлямызды тастап кетеміз. Келесі 2-ші петлямызға тағы да 5 столбик с накидом тоқимыз. Столбик без накида тоққаннан кейінгі тұрған петляға тоқымаймыз. Одан кейінгі петлямызға тағы да 5 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3, 4 болды, енді 5-шісі. 5 столбик с накидом тоқыдық. Одан кейінгі тұрған петляны тастаймыз. Келесі петлямызға столбик без накида тоқимыз. Одан кейінгі тұрған петлямызды тастаймыз, тоқымаймыз. Келесі петлямызға қайтадан 5 столбик с накидом тоқимыз. Осылай толық айналдырып 5-еу тоқимыз. 5 столбик без накида. Тастап кетеміз. Столбик с накидом 5-еу тоқимыз. Тастаймыз. Столбик без накида тоқимыз. Одан кейінгісін тастаймыз. Келесіге 5 столбик с накидом. Осылай біреуін тастап, одан кейінгіге без накида тоқып, біреуін тастап, 5 столбик тоқып, осылай айналдырып, осы тоқығандарымызды қайталап тоқисыздар. Қазір 5-еу тоқимыз, келесін тастаймыз, столбик без накида тоқимыз, тастаймыз, 5 столбик с накидом тоқимыз. Осылай толық айналдырып тоқып шығамыз.
мына салфеткам бір түрлі түсті болды. Енді қараңыздар, соңына келген кезде көк түсті жіп тағы да жетпей қалды. Мен өзім де қазір қалған жіптермен тоқып жатамын, кішкене. Вот. Міне ең соңғы столбик без накида тоқылды. Енді мына тұрған жібімізді былай шығарып аламыз. Ұзындау қиып аласыздар. 15 сантиметрдей қылып қиып алдық. Енді мына жанда тұрған петлямыз тұр. Бізде мына жерде жаңа 2 воздушный петля тоқыдық қой, соның екіншісі мынау. Соның астынан алып шығамыз жібімізді. Шықтық. Енді артқа қаратасыздар да, мынау жібіміз шығып тұрған. Петляға алып келіп, жаңа мынандай өрім жасадық. Мына жерден алып шықтық, петляның астынан өткізіп, қайтадан осы жерге кіргіздік. Болды. Енді мына жіптің барлығын ішіне жасырамыз. Бейнеге кигізіп аласыздар да, ішіне жасырасыздар. Мына ортасында тура осы жерден тағы да бүйтіп айналдырып өтіп, тартып қойсаңыздар, ортасы тағы да кішкене жабылады. Бірақ толық жабылып қалмайды, себебі бұл трикотаж жібі қалың, және де біз ортасына 12 столбик с накидом тоқыдық, сондықтан да ортасы толық жабылмайды. Мен былайынан кішкене ашық қалып қалады. Және де үтіктейміз. Қазір осылайынан жиналып тұр ғой. Жақсылап пармен бетіне мата қойып, үтіктеп, толық суығанша қойып қоямыз. Тіпті қатты ауыр затпен бастырып қойсаңыздар да болады. Формасын күшті ұстап тұру үшін. Міне, үтіктейміз енді қазір. Жіптерінің барлығын жасырамыз және үтіктейміз. Сонымен біздің салфеткамыз дайын болды, қыздар. Қараңыздар, қандай әдемі болды. Әдемілеп үтіктеп, бумен және де артындағы жіптерінің барлығын жасырдым. Осындай әдемі салфеткамыз дайын болды. Осы видео бойынша сіздерде үйлеріңізге осындай ыстық тамақтың астына қоятын салфетка тоқып алыңыздар, қыздар. Егер де видео ұнаған болса, онда міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырып, каналда белсенді болсаңыздар, мен де сіздерді әрдайым жаңа видеолармен қуантып отыратын боламын. Барлықтарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар, қыздар.